кеше болатын болып еді, бірақ сізді полиция алып кетті. Мен қолымдағы телефонды тартып алды, өздерінің көлігіне отырғызды. Енді ол жерде де маған артық құртық кетті. Құжатыңды алып аламыз, шетелге қайтып шығарамыз деп. Әр мемлекетте заңсыздық бар. Тіркелмеген атажұрт ұйымы деп бүкіл Қытайдағы Шыңжаң лагерінен шыққан қазақтарды, немесе жалпы ұйғырларды сол бүкіл әлемге танытамыз, құқығын қорғаймыз деп. Қытайдағы қазақтарға, аз ұлттарға қысым болды. Ол жерде Қыдырәлі Оразұлы құрған атажұрт ұйымына өз еркіммен барып жұмыс жасадым. Әсіресе біздің Қытайдан келген қандастардың құжаттық мәселесі өте күрделі жағдайда еді. Шынайы қандастар үшін қазір бір ұйым жоқ. Бір-бірлеріңізді біріккеннің орнына әркімдікі бір әртүрлі бағытта сияқты. Бір-біріңізді неге түсіне алмайсыздар? Енді бұл жерде атаққұмарлық, жеке мүддеге беріліп кеткендік деп ойлаймын. Қайтадан келіп ап Қытайға көшем деген не сұмдық, не айтып отырсыңдар деп. Баяғыда да сол келіп кеткендер о жаққа барғанда да оңған жоқ қой деп ше. Тек қана сақаналық қойылым ғой қазір Қытайдағы салт дәстүр. Мектептерді жауып тастады. Осы қандастардың ең үлкен мәселелері қандай қазір? Енді сыртта отыр ғой, айтақтап. Неше түрлі арандатушылар. Серікжан өте шешен адам ғой. Оның шешендігі, оның білімділігіне мен мойындаймын. Бірақ ол сол бір керемет нәрсесін халықтың бірігуіне емес, халықтың ірігуіне салды ғой. Ту өртеудің де негізгі несі соның себебінен де болып отыр ғой. Мүмкін айтып жатқандай, сол ту өртеу мәселелері осы азаматтықтың қиындауына бірден бір себеп болып отқан шығар. Адам не істесе де ойлап істеу керек екенін енді осындай ақпарат құралдары арқылы түсіну керек деп ойлаймын. Сондықтан әр ауылдағы қандастар барынша белсенді болуы қажет. Белсенді болу керек. Өздерінің жаңағы ойларын маған жеткізуіне барынша тырысу керек. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет жандар. Бүгін бізде қажет подкасттың келесі саны. Бүгін тақырып өте өзекті және маңызды мәселелер туралы болмақ. Бүгін бізде қонақта Гүлнұр Тәлім. Қош келдіңіз, апай. Рахмет. Бұл бірінші сұхбат қой деймін, иә? Иә, бірінші сұхбат. Тамаша. Қобалжымаңыз, қорықпаңыз. Жарайды. Сәтті болсын. Рахмет. Өткенде мен жазылушы подписчиктерімнің арасынан бір кісі маған сілтеме жіберді. Осындай мәселе болып тұрды, маған кіріп көріңізші деді. Сосын кіріп барсам, елге қызмет, қандастарға қызмет көрсету орталығы деді. Сол жерде сілтеменің қасында сіздің неңіз жүрді, жазбаңыз жүрді. Осылай біздің керуен болай жатыр, қандастарға көмектесу мәселесі бойынша деп сөйтіп тұр. Және саңқылдаған дауысыңызбен бір 2 минуттық аудионыз жүрді. Не үшін деген мақсатта. Соны көріп, одан кейін группада қарап отырмын. 3 минут, 2 минуттан сөйлейді екен кісілер. Төтеше жазып. Соның ішінде бір сурет келді. Мен бұрын документальный америкалық ұйымның грантымен USAID-тің Қытайға лагерге байланысты Шыңжаң лагерінен шыққан қазақтар деген 2 бөлімді документальный фильм түсіргем. Соның несінде деп бір белсенділерді оператормен барып видео түсіріп жүргем. Содан ана жерде бір кісі сөйлеп отыр. Соның артында, фонында мен тұрмын да. Өзім көріп жошып кеттім, саған деп. Мынау қайдағы суреттегі, бұл жерде не қылып жүрмін деп. 3-4 жыл бұрын алдыңғы не ғой? 2023-тің ғой. Сондай ғой дейді. Содан кейін қарасам, жаңағы сол документальный фильм түсіргендегі 2 менің кейіпкерім, жаңағы Жазира ханым мен Рахима деген кісі, екеуінің суретін көрдім. Сосын қасында сіз тұрдыңыз ғой деймін. Ортасында отырдым. Ана дауыс, ана кісілердікі емес. Сосын Жазира ханымға хабарластым ғой. Мына кісі мына суреттегі қайсысы кісі? Өйткені сіз жазып жаттыңыз ғой. Мен бұрыннан белсенді болып жүргем осы салада деп. Содан кейін қызығып, кеше енді сұхбатты ұйымдастырған едік, кеше болатын болып еді, бірақ сізді полиция алып кетті. Иә. Не үшін алды? Маған одан әрмен анау интрига болған сайын қызықтыра түседі ғой. Сондықтан бұл мақсат қандай, ол не қылған группа, қандай жоба жоспарларыңыз бар, және сізді не үшін полиция алып кетті, осы жайлы бірінші әуелі өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Гүлнұр Тәлім, Қытайдан келген, Қыздар педагогикалық университетін бітіргем 99-да. Қазақстан JMP. Соныменен жаңағы содан кейін өзіміздің мамандық бойынша жұмыс жасай алмай, сол баяғы енді ол кездегі жағдай қиындау болды. Соныменен төменге түсіп кеттік, шаңырақ құрдым дегендей дүниеге ұрпақ әкеп, соныменен сол енді мен жаңағы жұмысыма келсем, қоғам белсенділік 2016-тан бастап араластым. Себебі мен өзім дайындық курсы оқыдым, осы жақтан университет оқыдым. Сол себепте мен о жақтан келген жастарды жаңағы
жастарға дайындық курсы жөніндегі нелерді толықтай түсіндіргім келді. Оқу жөнінде. Ең көп о жақта естімеген ғой. Сонымен Ушат жақтан топ ашып, солар түсіндіріп, ол жақтан оқушылар алдыра бастадым. Тегін. Подкурс деп айтатын нәрсе дайындық курсы, подготовительный. Сөйтіп, сол 2016 жылдан қоғам белсенділік жұмысына араласа бастадым. Сөйтіп, араласып жүрдік. 2017-2018-де Қытайдағы қысым болып кетті. Қытайдағы қазақтарға, аз ұлттарға, жалпы қазақтарға емес, аз ұлттарға қысым болды. Содан жаңағы ол жерде Қыдырәлі Оразұлы құрған Атажұрт ұйымына өз еркіммен барып жұмыс жасадым. Онда 2 жыл жұмыс жасап, ол жердегі жұмыстардың көбіне көмектестім, және сол жердегі жұмысқа өте белсенді атсалыстым. Бұл Атажұрт ұйымы ма сонда? Иә, Қыдырәлі құрған Атажұрт ұйымы, еріктілерден. 2016-2017-де. Содан жаңағы 2018-де шекара тарс бекітілді ғой, 2017-2018. Соң жаңағы подготовкаға келген оқушылардың көбі қайталмағандықтан, оларды жинап, осы Алматы қаласында тегін жатақханаға тұрғыздық, тегін ішіп жемін қамтамасыз еттік. Сөйтіп енді сол жұмыстарға атсалысып, сол жұмыстар және өз мемлекетіміздің біздің қолдауыменен жаңағы Қытайдағы қиналып жатқан қандастардың несі жоғарыға жетті, өте жоғары деңгейде. Еуропаға жетті адам құқығын қорғау. Осының нәтижесінде өзіміздің мемлекетіміздің сыртқы істер қолдауының арқасында 2019 бірінші ай Қазақ-Қытай жаңағы көші-қоны қайтадан жанданды. Сол жанданған кезде 1000-ға жуық отбасы көшіп келді, 500-ге жуық дайындық курсының оқушылары келді. Бірақ өкінішке орай 2020-дан бастап карантин басталып кетті. Сонымен біздің жұмыс сол жерде тоқтады. Енді бәрі келді, карантин енді ол әлемдік ауру болды ғой. Сонымен 2021-22 жабылды ғой шекара. Ұзаққа жабылды. 2023-тен бастап жаңағы шекара ашыла бастайтын болды. Дәл сол кезде әсіресе біздің Қытайдан келген қандастардың құжаттық мәселесі өте күрделі жағдайда еді. Себебі олардың жаңағы нопос өшіруі, паспорт қидыруы, енді шекара ашылса ар жаққа өссе, алдындағы саяси неге байланысты о жақта нопосы өшпегендер екі ел азаматтығы болып есептелетін еді. Қазақстан азаматтығын алса. Тағы мен сол жерде жаңағы неден WhatsApp топтарынан топ ашып жұмыс жасадым. Ал жерде өзіңді неден көріп қалдым деген сол кезде ең алғашқы немнемеді. 2023 2 айдың 6 күнгі баспасөз мәслихатым еді. Сол жерде сен келіпсің. Әлгі өзімді көріп қалдың дейді. Иә, сол кезде мен 1000-ға жуық адамның жаңағы несін онлайн жинадым. Маған оны Қыдырәлі Ораз жіберді ғой деймін, осы тақырыпқа байланысты болады, осы жаққа деп, адрес бір қонақ үйде болды. Иә, ана 2-ші вокзалдың алдындағы. Сол кісі жіберген. Содан сөйерді жақсы өткізілді ол баспасөз мәслихаты. Менің 1000-ға жуық жаңағы адамдардың несін түске шейін баспасөз мәслихатын апарып, түстен кейін Алматы қаласындағы сыртқы істер уәкілетіне апарып тапсырдық. Бізге кереметтей, бір апта ішінде кереметтей жауап берді. Бәрін енді мен жаңағы тобымда салып отырмын ғой енді. Ол топты туралы сәл кейінірек айтам. Соныменен сол 2023-тен 2024-ге шейін мен тынбай жұмыс жасадым енді қоғам белсендісі ретіндеші. Ол жерде қамтылған жаңағы қандастардың қамтылған несі былай. Бірінші со паспортын қидару, екінші Қытайдан келген жаңағы ақсақал кісілердің, қарт зейнеткер кісілердің еңбекші малшы. Қытайдағы нелері келмей жатты, пенсия өтілімін бермей жатты Қытай. Сонымен сол бойынша жұмыс істедім. Ол кісілерден арыз жинадым, ол кісілерден 3 айдың 14 күні 2023 жылы баспасөз мәслихатын аштым. Ол жерге де журналистер шақырдым. Келді, сөнген ол кісілерден жаңағы арыз жинап алып жоғарыға жолдадым. Президент атынан ішкі істер, сыртқы істер, әлеуметтік қорғау, жаңағы еңбекпен қамтамасыз ету министрліктеріне жолдадым.
Сонымен сөйтіп тынбай жұмыс жасадым. Және бұл жаңа қандастардың несіне неке куәлік кірді. Неке куәлік өте қиын еді. Ан жақтан апостил қылып келмесе, мына жақтан неке куәлік берілмейтін болып. Алдында беріліп жатқан. Сонымен о жақтан оны апостил қылып алдыру қиын болды. Себебі олар бұрын кеп алған ғой. Қазақстанның азаматтығын алғандарға неке куәлік Қытайдан бермеді. Апостил қылып та бермеді. Ол жөнінде де жұмыс жасап, соныменен одан нәтиже болды. Сол 2023-дің жазындашы, мына Алматы қаласында 3 аудан берді неке куәлікті. Қандастарға. Жаңағы Алатау ауданы, Түрксіб ауданы, Наурызбай ауданы. Осы 3 аудан ешқандай немнесіз беріп жатты. Әкелгенін ауыстырып беріп жатты. Бірақ бұл жер 3 айдай жұмыс істеп бар, менен кейін тоқтатып тастады. Ол себебі не екенін мен білмедім. Міне осындай жұмыстармен өзіміздің Қытайдан келген қандастардың жаңағы құжаттық жұмысына белсене араластым. Өйткені енді мен осы жақта оқыған соң көп нәрсені заң аясында істегендіктен мен бұл жұмыстардан азды көпті нәтиже жараттым. Яғни сіздің өзіңіздің осы қазіргі қоғамдық белсенділік рөліңізді, нақты миссияңызды қысқаша қалай айтсақ болады? Белсенді дейміз ба? Қоғам белсендісі деп айта аламыз, иә? Қоғам белсендісі. Ал неліктен осы қандастар мәселесіне көбірек көңіл бөлдіңіз? Енді жаңа подкурстан басталып кетті дедіңіз ғой. Басқа да бір себептері бар ма? Мысалға, айналысып осы саламен деп жүрген ұйымдар көп қой. Иә, ұйымдар көп, бірақ шынайы соларға көмектескен ұйымды көрмедім. Шынайы қандастар үшін қазір бір ұйым жоқ. Енді қауымдастық бар, мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Бірақ Қытайдан келген қандастардың мен өзімен челекте тұрам ғой. Соңға барсам, енді өзімнің жұмысыменше, соң көшігінға барсам, қиналып жатқанын көрем. Өйткені олар мен жаққа келеді да көп нәрсені түсіне бермейді ғой. Сонан кейін мен бұл жұмысқа солай араластым. Өйткені ол кісілердің бұл жаққа келгеннен кейін бұл жақтың заңын білмейді. Жаңағы жүріс-тұрыс қалай істеу керек, не істеу керек, сол туралы білмейді. Соған кірісе отырып, оларға да түсіндіре отырып, осы жақтың заңнамасын түсіндіре отырып, жұмыс жасауым керек болды да, өзім солай белсенділікпен өзім мойныма алып, осы жұмысты шыққам. Енді осы қарлығаштың қанатындай болса да қандастарға. Өте жақсы. Енді бір қызығы, мен өзімнің осы блогерлік, ютубтегі контент жасау барысында осы қанша 7 жыл болып қалды ғой. Сол кезде сол басында белсенді болып жаңағы атажұрт, тіркелмеген атажұрт ұйымы деп сол кісілермен біраз жұмыс жасап жүрдік. Оларда ұйым болды ғой, міне. Кәдімгідей ұйым болды. Бүкіл Қытайдағы Шыңжаң лагерінен шыққан қазақтарды, немесе жалпы ұйғырларды сол бүкіл әлемге танытамыз, құқығын қорғаймыз деп ол жаққа болды. Одан кейін ішінен бірнеше бөлінді. Одан кейін өткенде дүниежүзі қазақтар қауымдастығына кім болды? Жаңа Омарәлі ағалар. Ол кісіден сұхбат алдым. Ол бар. Одан кейін Серікжан Біләш, ол кісі сұхбат берем деп, кейін бермей қап, сөйтіп жүрді. Қасындағы көмекшілермен араластық. Бірақ кейін дүниежүзі қауымдастығының басшысы болған сол Омарәлі ағамен сұхбат үшін мені кінәлап, мені жамандап, осылай бірдеңе деп айтпесе, біз бетпе-бет кездескен адамбыз ол кісімен. Танитын, өзі хабарласып тұрған. Одан бұрын ғана Америкадағы бірге кейін серіктесі болып, досы болған кісі, кейін қасы болып кеткен кісі екен. Ол кісі сұхбат берем деп, одан сұхбат алып журналист ретінде тыңдап едім. Бұны шығарсаң болмайды деп, оған тиісті. Соны түсінбей қалдық. Енді сіздер тағы бір бөлек ұйым болып тұрсыздар ғой. Бұлай қарасақ, бәрілеріңіздің мақсаттарыңыз, миссияларыңыз бір. Бірақ бір-бірлеріңізді біріккеннің орнына әркімдікі бір әртүрлі бағытта сияқты. Бір-біріңізді неге түсіне алмайсыздар? Енді бұл жерде атақ құмарлық. Мен енді 3-4 тараппен де сұхбат жасаған адам ретінде айтамын да. Енді бұл жерде атақ құмарлық, жеке мүддеге беріліп кеткендік деп ойлаймын. Енді мен жаңағы соны құрған Қыдырәлі Оразұлы, енді оның еңбегі орасан зор. Енді соның немнесімен сол жерге жиналдық та, бірақ енді Серікжанды кейін Қыдырәлі әкелген. Қыдырәлі әкелді да, бізде жаңағы аудармашы, жаңағы нелерді жариялап отыратын адам деп. Енді кейін 2018-дің 11 айдың 5 күні Женевадағы жиналысқа баратын болды да, сол кезде ол жасырын болған. Оны біз де білмейміз.
сол жерде көппіз ғой адам, 100-ге жуық адам білмейміз. Бұны тек Өмірхан Алтын аға Германияда тұратын, Михуин қаласында. Қыдырәлі біледі, Сүңген Қайрат Байтолла ағамыз біледі, Серікжан біледі. Осы Серікжан менен Қазақстаннан жаңағы Қыдырәлі және Аманжан Сейіт деген жігіт үшеуі бармақшы болған ғой. Аманжан Сейіт нағыздан осы Қытайдағы қысым түрмеде отырған адам. Ошақтың азаматы бола тұрса да. Соныменен сол кезден басталды реніш. Ол бармай қалған жаңағы олымыз Серікжан. Бармай қалған. Бірақ кейін Қыдырәлдер Женевадағы жиналысты өткізіп, әбден қайтып келгеннен кейін ол мүлдем басқаша сөйледі. Біз не Қыдырәліге сенерімізді білмейміз, не Серікжанға сенерімізді білмейміз. Сөйтіп ортада үлкен жаңжал шықты, бізден бөлінді. Оның кейін шетелден оларға белгісіз түрде қаражаттар түсті. Соңын біз кеттік о жерден. Өйткені біздің де негізгі мақсатымыз аналар жаңағы Қытайдағы қандастарды құқығын қорғадық. Біздің сол жерде немнеміз аяқталды. Бірақ біздің негізгі ойымыз сол бір шетелден келетін қандастарға үлкен бір немне болама деп ойлағанбыз, қара шаңырақ қауымдастықтан кейінгі. Енді мықты жұмыс жасайтынша, бірақ әлгі бөлінгенді бөрі, жарылғанды жау жейді деп бөлінді, жарылды. Бұл жерде жекеміде басым жаққа шығып кетті. Яғни негізгі әу бастағы мақсат, миссия, атқаратын жұмыстардан кейін саясиланып өзгеріп кетті ма ол кісілердікі? Енді бұл негізгі саясиді алатын нәрсе ғой. Қандай бір жермен жүрсең де саясат сенмен бірге жүреді. Бұл саясиланғанда бұл немне алып кетті, өте әлгі. Әсіре саясатқа алып кетті. Кім? Серікжан. Мен сол 2023-терде ғой деймін. 23-те ма? Я 20... Сол уақыттарда Америка елшілігімен маған жаңағы сол Серікжан мырзаның тіркелмеген атажұрт ұйымдағы кісілердің осындай не бар, қонақ үйде үлкен тағы да бір баспасөз өтеді. Бұл лагерьде отырып шыққандар келеді, келіп түсірсең деді. Мен ақпараттық қолдау ретінде сол кезде бардым. Сөйтсем, әр облыстағы сол кісілердің атажұрт ұйымының басшылары, филиал басшылары келген екен, және сол жерден шығыстағы бір басшысымен мен сұхбат жасадым. Жалпы Қытайдағы қазақтар, қандастар мәселесі жайлы. Сосын жасап салдық, жарияладық. Енді ол жерде оны ұйымдастырып берген Америка елшілігі болған. Жақсы деді. Кейін мен каналым ауысып кетті. Саяси мағанда кішкене қиындықтар туындағаннан кейін ол саяси каналды жапқанмын. Кейін белсенді қылып ашып, сосын өткенде осы екінші бір каналыма жариялап едім. Сол архивте бар екен де тауып алдым анау. Зайтовпен, Қосановпен сұхбат. Соның бұрынғыларына өткен еңбегім ғой 5-6 жыл бұрын естелік. Соның бәрін қайтадан салып жаттым. Сосын ана кісі маған дереу хабарласты. Умамнан өшірші деп ше. Жаңағы атажұрт бірге жұмыс жасасқан майдандасын. Иә, не болып қалды десем, мен қазір олармен жұмыс жасамаймын деді. Не болып қалды дедім, сөйтсем біз басында жай осы қиналып жүрген адамдардың құқығын қорғайтын жай ғана ұйым болып бастаған еді. Кейін бұлар Ақордаға барамыз, саяси деп саясиланып кеткендіктен бас тарттым. Ал мен сөйтіп бас тартып шыққаным үшін қазір мені де жамандап жатыр деді. Сосын мынау маған керісінше зиян тиейін деп жатыр. Мен қазір ол жаққа қатысым жоқ деді. Сосын алып өшіріп тастадым. Яғни түсініп отырғаным, және кейін мен туралы видео шыққанда да өзім туралы өзім білмеген ақпараттарды естігенде, өзім туралы өтіріктерді естігенде, мен Құдаймен өзіме мәлім нәрселерден соған таң қалдым да, одан бұрын әйтпесе анау Байболат Күнболатқа бар деген нәрселер айтылды. Айтқанына сай мен жарайды деп көмектесейін деп барып түсіріп жүрдім. Кейін ол кісіні Шатадан туған, Зинадан туған деп ол кісіге де ауыр тілдер тіл тигізгенде таң қалған едім. Кейін өз басыма келген кезде барып, мен бұл кісінің қаралаған, жамандаған адамдарының барлығы шынымен де жаман адам емес екен ау дедім. Одан кейін анау Туертеу оқиғасы болды. Жалпы сонда бұл бөлініп қайда барамыз деген әңгіме ғой. Қытайдан келген қазақтар, Монғолиядан келген қазақтар, жергілікті қазақтар және оралмандар, қандастар деп бір бөліндік. Ішімізде 300-ге тағы бөліндік. Қытайдан келгендердің өзі Найман-Керей болып тағы бір бөлінеді. Одан кейін районмен тағы бөлінеді. Жалпы бөлініп, енді келіп ап, дінге бөліну бар, ұйымға бөліну бар, саяси. Не болып баратыр, біз біргеміз, ел боламыз, айналамызда үлкен соғыстар болып жатыр. Жеріміз үлкен, байлығымыз бар, мемлекеттік елдік, жаңағы Құдайдың берген, Аллаға шүкір. Бірақ елдің бәрі сол табиғи байлықтарға бола, анау Америкадан бастап,
алпауыт науқасымызда Қытай, Ресей бәрі жерге таласып соғысып жатыр. Мұнайға таласып жатыр. Құндық кен орындарына деп. Сол жағдайда біз бірігіп кішкене етек жиынымызды жиғанның орнына одан әрмен әлі бөлініп жатқанымыз қаншалықты сіз белсенді қоғам белсендісі және сол бір ұйымның ішіндегі жаңағы негізгі азаматшасы ретінде қалай баға бересіз? Енді бұл өте қиын нәрсе. Біз сондай керемет жұмыс бастадық. Айтады ғой, енді керемет жұмыс бастадық. Әлгі мыстан кемпір араласқан ертегі оңбас депші. Шын. Сол арамызға кіріп кетті. Қайдан кірген өзіміз де білмейік. Біз Серікжан өте шешен адам ғой. Оның шешендігі, оның білімділігіне мен мойындаймын. Білімділік жағы бар. Шешендігі де мықты енді. Ол қазір тұрадыдағы айтады. Оның сөз немнесі өте керемет. Бірақ ол сол бір керемет нәрсесін халықтың бірігуіне емес, халықтың ірігуіне салды ғой. Болмаса біз бірге дәмдес, тұздас болдық. Серікжан екеуміздің ол ата жұртта қарым-қатынасымыз жақсы болды. Әпеке қарында іні сияқты. Бірақ кейін бөлінгеннен кейін бәрімізді қаралады. Не айтқысы келеді, соны айтады. Онымен қарсыласып біз барқадар таппадық. Одан шетелге кетті 2019-да. Әлгі үйге қамап қалып, өнен кейін 2020-да кетті ғой. Ал кетіп ап қалай сайрап отырған өзің біліп отырсың ғой. Ту өртеудің де негізгі несі соның себебінен де болып отыр ғой. Енді бұл сұхбатты естіген соң неше түрлі әңгіме естисің енді. Мен туралда. Енді сол мен туралда естисің деп жатсыз ғой. Қараңызшы, маңызды нәрсе не? Көрермен үшін, жалпы халық үшін біз сонда ол кісі көркем сөйлейді, шешен сөйлейді, харизмасы мықты, ораторлығы бар деп ол кісінің айтқанына бәрібір адамдар өту керек пе, әлде шындық жағында қалу керек пе? Кім күшті сөйлеу, әдемі сөйлеу емес, кім дөп дұрыс сөйлеу деген маңызды шығар, шындықты кім айтады. Шынайылық керек қой адамға, шынайылық. Әйтпесе біз мына жерде сізде бір ренжіген адам ол кісіге, мен де ренжіген адам, екеуміз отырып оны жамандаған сияқты болып қаламыз да. Бірақ негізгі шындықты біз мүмкін шешен сөйлей алмағандықтан шындықты жеткізе алмай жатқан сияқты болып қалмаймыз ба? Енді шындық арқасында шындық күйінде қалады. Яғни мәселе әдемі сөйлеу емес, шындық, шынайы жүрек, шынайы бір-біріне деген сенімділікпен қалу керек. Жақсы. Енді сонда ол кісілер айтады, біз осылай әлемге бүкіл халықаралық деңгейге жеткіздік, шулаттық деді. Бір қызығы, мен не үшін енді ол кісіге қайтадан айтып жатырмын деген сөзде, бұл жаңағы ту өртеу мәселесінде өзі шыққан жоқ дедік, бірақ 19 азамат сотталды. Обалды кетті дейік, ол бар. Одан кейін мен енді бұл кейбір сұхбатқа келген Абзал Досияр, Алмас деген азаматтар айтып қалып еді маған, сол тақырыпты бұл дұрыс емес қой деп айтып еді, оған байланысты тағы да видео шығарды да, сосын зерттей бастадым, шынымен де не жатыр деп. Сөйтіп едім, бір видео бар, алдағы уақытта шығады, дайындап қойдым, әлі пісіріп жатырмын да, ақпараттарын дәлелмен дәйекпен шыққан жақсы ғой. Сонда мынандай нәрсе екен. Америка, USAID, осы Илон Маск келді, Дональд Трамп президент болып қалды, бүкіл шетелдік халықаралық гранттардың бәрін ақшасын қысқартты ғой. Азаттық радиосы біздегі көптеген ұйымдардың. Өйткені менде грант алған жаңағы USAID бар. Енді неге бұлар қысқартып жатыр дегенде 1 триллионға жоқ көптеген ақша шықты деп айтты. Сондай үнемдедік деді. Енді бір қызығы, бұл кісілер атажұрт ұйымы бар, тіркелмеген. Мінекей деді да, Қытайдағы Шыңжаң лагерінен шыққан кісілерге біз халықаралық осылай көмектесіп жатырмыз. Осы ұйымның арқасында сол жақта проблемалар шешілді деді. Енді ең қызығы, сол Қытайда лагерлегі қиналған кісілердің құқығын қорғаймыз деген ұйымға ақша беріп отырған жаңағы конгресс, ол бар, америкалық. Және ең қызығы BlackRock деген компания бар. Оның жаңағы жалпы несі, бүкіл үлкен компаниялардың барлығы солардың инвестициялық қоры, солың қарайды. Алпауыт компаниялар, BlackRock іздесеңіздер болады. Және соның 11 триллион доллар ақшасы бар қорында. Енді қызығы, Қытайдағы шетелдік инвестиция салалатын үлкен компания ретінде сол таңдалған. Және сол компания Hikvision деген камера бар, жаңа бақылау орнату. Қытайдағы лагерлерде орнаған камералар тура сол камера. Яғни сол камераның дұрыс жұмыс жасауына жаңағы BlackRock ақша салып отыр. Яғни бір қолмен сол лагердің, концлагерлердің жұмыс жасауына оң қолмен ақша салып көмектесіп отыр
Америка. Америкалық үлкен қор. Екінші жағынан соларға құтқаратын, солардың құқығын қорғайтын қорға, ұйымдарға ақшасы беріп отыр. Яғни оң қолмен соны ұйымдастырып, сол қолмен көмектескен сияқты жасап отыр да. Оны мына жағын көп адамдар біле бермейді. Тек қана шынымен бізді құтқарып жатыр деп. Ал айдаладағы Америка үшін біздің қазақтардың біздің хал ол дымға керек емес. Өйткені Иранда, Иракта, Сирияда бүкілінде алтындары мен ішкі мұнайларын тартып алу, Ливиядан бастап бәрін Америка солай құртқан еді. Енді келіп қайдағы бір қазақтардың халін ойлап обалсынып жатқаны ол негізі өтірік нәрсе екен. Жаңағы Си Цзиньпинмен кездесу үшін Сан-Францискода $1 миллион ақша төлеп отырып кездескені, олардың сыртқы істер министрлігімен ішкі саяси жүйесімен қалай жұмыс жасап жатқаны ол бар ақпараттық кезінде тұр деректерде. Бірақ қарапайым кісілерге сол ағылшынша ақпараттар жетпейді. Соны жасап, мен сол кезде барып түсіндім, мәссаған, мынау капитализм мен үлкен саясат деген не деген масқара. Біз ортасындағы бір жай ғана пешқа екенбіз ғой. Ойыншық. Аналардың жеке мүддесі үшін үлкен ақшалардың арасындағы бір қарапайым бір ойыншық екенбіз деп. Сондықтан ол бізді Серікжан құтқарады, бізді Америка құтқарады, жарылқай қояды деген нәрсе, құрметті көрермендер, бұл өтірік нәрсе. Соны дұрыстап зерттесеңіздер, саналарыңызды ашып, көздеріңізді ашып, ақпараттарды оқысаңыздар, сол кезде түсінесіздер. Әйтпесе эмоциямен әдемі сөйлеп, ва дей берген нәрсенің бәріне сене берсек, ештеңе шықпайды одан. Сондықтан бізді Алла берген, бабаларымыз алаш аңсаған, батыр бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік көп адамға, көп ұлттарға бізден бәленбай есе, күрттерде, ұйғырларда жоқ тәуелсіздік мемлекет бізде бар ғой. Сондықтан осыны бір бағалай алса жақсы. Мен жүрегім ауыратыны сол, келіп бөлініп қайда барамыз деген нәрсе ғой. Енді сіздің мақсатыңыз, мен сол өзім түсінем, өзім де Қытайдан келдім, біздің туыстар әлі сол жақта тұрады, көп кісілермен араласып отырам. Сонда бұл кісілердің айтатыны сол, біз Қазақстанға қазақ боламыз ау деп келген кезде мына жақта орысша құжаттарды түсінбейміз, қиын деп айтып жатады. Енді сіздердің жаңа подкурстерде оқуға түсуіне байланысты құжат мәселесі көп қандастарға қарағанда сіз түсінетін, білетін болып тұрсыз. Енді жасаған жылымда ұзақ, көрген және тәжірибемде ұзақ болып тұр ғой. Енді осы қандастардың ең үлкен мәселелері қандай қазір? Қазіргі ең үлкен мәселесі қазіргі мынау көші-қонға байланысты шығып жатқан жобасы, сынақ жобасы. Енді осы уақытша деп ойлаймын. Енді бұны да бір неге негізделіп отқан шығар енді. Біз көп нәрсесін түсіне бермейміз ғой. Енді осы жаңадан көшіп келіп жатқан қандастарға өте қиындық туғызып жатыр да. Енді осыны жаңа өзің айтқандай шетелде отырғандар пайдаланып жатыр. Пайдаланғанның алдын көріп жатырмыз. Сондықтан сондай нелерге еріп кетпеу үшін мен шықтым. Көп уақыттан бері мен қоғам белсенділік жұмысымды қойып қойғам. Себебі көш келген қандастар алып жатты құжатын. Біраз мәселелер шешілді, бірақ осы биылдан бері қаратай, осы 2026-ның 1 айынан бастап сол сынақ жобасы жүрді. Соныменен жаңағы қандастар қиналып жатты. Міне 7 айға кетіп баратыр ғой. Енді өзіміздің қоғам белсенділері айтып жатыр, жеткізіп жатыр. Енді бұл бірінші рет болған нәрсе емес қой. Бұрында болған. Анау 2000 жылдарда болған, 5 жылға тоқтатып, оны жаңағы Ауыт Мұқибекұлы бар, жаңағы жоғарыға жеткізіп бұл жұмысты шешкен. Енді бұл жерде қандастардың жұмысын осындай бір ғана ол сынақ жобасы емес қой, әлде шешілмеген мәселелері көп. Шеттен келген қандастардың, бір ғана Қытай емес, жалпы қандастардың. Сол мәселелерді енді бәрімізде осы егеменді еліміздің заң дұрыс шығарылған заң, сол заңды ұстана отырып, сол заңның аясында жұмыс жасай отырып, қандастардың жаңағы құжаттық мәселесін көмектесу біздікі. Соны жоғарыға жеткізу, менің мына шығайын деп атқан керуенімнің мақсаты солай. Енді бұйырса осы Жетісудан бастап арғатай 1 айлық не қойдық, уақыт қойдық. Осы не барысында жаңағы 1 ай уақыт ішінде 6000-да 8000 болады екен біздің жүретін жол ма, шақырым. Енді Алла қуат берсін деп отырмыз. Сонда бұл керуеннің нақты мақсаты және қандай шешім нәтиже күтесіздер? Не атқарылады? Бұл жерде атқарылады дегенде біз не емеспіз. Біздікі билікке халықтың үнін жеткізу, билікпен жаңағы арасына көпір бола отырып, осы қандастардың арасындағы барлық мәселе бізден келген, жалпы дүниенің 4 бұрышынан осында келіп қоныстанып жатқан қандастардың мәселесі.
бірақ енді көп келіп отқаны сол Қытайдан келген кісілер көп болып тұр ғой. Және Қытайдан келген, Монғолиядан келген кісілер, Ресейден, Өзбекстаннан, Түркменстаннан келген кісілер ол кириллицаны біледі. Ал біздікінің проблемасы жаңағы сауалнама, өтініш сол қиын болып тұр. Қазақша әріптер танымайды. Енді ол жақта ол кісілер оны көрмеген ғой, оқымаған. Сондықтан бұл бір үлкен мәселе болып тұр. Үлкен мәселе болып тұр. Енді бұл ақпараттық жаңа кейбір заңнамаларды түсініспеушілікпен бір мемлекетке, билікке бір реніш бар сияқты кейбір Қытайдан келген кісілер. Группада мен тыңдап отырмын ғой. Бұл сол ақпараттың дұрыс жетіспеуінен ба, жоқ әлде шынымен біздің билік тарапынан қасақана бір әдейі жасалып жатқан тұсау ма? Өйткені Ресейден келгендерге неге бере салады құжатты, азаматтық, неге Қытайдан келгендерге бермейді? Енді мен бұл жерде айта алмай отырмын ғой. Себебі бізде қазір мына жағымызда Ресей тұр, мына жағымызда Қытай тұр. Мүмкін сол не керек шығар. Бірақ ол жаңағы сынақ жобасы ше, бірақ ол қазақтарға жеңілдетілген түрі болса, жақсы болар еді. Енді сол ақпарат дұрыс жетпей жатыр ма? Енді қандастарымыздың реніші бар, енді түсінбей жатыр ғой олар. Не үшін? Бәрі тоқтап тұр ғой қазір. Виза тоқтап тұр, бәрі тоқтап тұр. Енді осындай кезде оны сырт арандатушылар пайдаланып кетпесін деп. Қандай мысалға? Енді сыртта отыр ғой, айтақтап. Неше түрлі арандатушылар. Яғни мынандай картина шыға ма? Қытайдан адамдар келді, тіл мәселесіне байланысты, емтихан, тағы да басқа мәселелерін түсінбей жатыр ол кісі. Түсінбей жатыр. Және соны түсінейін десе, дұрыс түсіндіретін ұйым немесе белсенді адамдар жоқ. Мемлекет тарапынан, біздің үкімет тарапынан адамдар бар, сол миграционныйда жұмыс істейтіндер, бірақ олардың тілімен түсіндіру тәсілі ол Қытайдан келген бір ауыз орысша түсінбейтін кісілерге мүлде басқа ақпарат болып жетеді. Қазақша сөйлеп тұрса да түсіне алмайды. Ал Қазақстан жағынан аудиториясы бар, сөз жүретін, жаңағы шешен сөйлейтін немесе белсенділеу деген кісілер, бұл кісілер онда жаңағы жеке бір ұйым болып шетелде жаңағы Сержан Біләшевтің мәселесі болып отыр. Мәселесі ол сіз сияқты немесе ақпарат жеткізіп отқан мен сияқты Қытайдан келген, оларды жақсырақ әлдеқайда түсінетін, ішкі болын, ішкі проблемасын түсінетін және заң мен мемлекеттік Қазақстан қоғамын түсінетін бір ұйым адамдар керек болып тұр. Адамдар керек болып тұр. Бізде Ауыт Мұқибек бар ғой. Ол кісі де жеткізіп жатыр. Ол аз болып жатыр ма? Аз болып жатыр. Одан да басқа да қандастарымыз шығып жатыр. Мысалы Қасиет Зұлқарышын деген кісі де шығып айтып жатыр. Енді ол кісілер кейде қатты, кейде ақырын кетіп айтып жатыр. Енді мен бұл жерде қандастардың енді осы жаңағы керуенім бетпе-бет отырып, түсіндіріп, бетпе-бет отырып, сол кісілердің жаңағы өтінішін жинайын деп атқан менің мақсатым. Яғни қандай өтініштер? Енді мысалы бар ғой жаңағы қандай құжаттардан қиналып жатыр. Жаңа көшіп келгендердікі белгілі ол азаматтық жөнінде. Және де мен ана топты құрғалы менің жекемен неше түрлі немнемен сұрақ бұрынғы көшіп келген қандастардың өзі неше түрлі сұрақпен шығып жатыр. Шешілмеген мәселе көп. Енді мен 23-тен жаңағы 23-те араластым ғой, енді аштым, араластым, ең соңында министр мені шақырды. Жаппай со бір жыл бойы жұмыс жасағандықтаншы. Енді сөйтіп, тағы да сондай бір үмітпенен аттанып бара жатырмын. Жаңа есіме түсіп отыр, осы мәселеге байланысты. 2005 жылдар ғой, мен бір 2-ші класс, 3-ші класс оқитын кезім. Бізде бір метис қойлар болған, бір 5 қой болған. Сол 5 қозы туған болатын. Өзім жақсы көретінмін. Енді баласың. Сол кезде біздің бір құжат мәселесі бойынша шақырту жасатты Қытайдан тағы бір туыстарында. Әкем сол қол қойдырып құжатты қалай жасататынын білмейді, тілін түсінбейді. Сол ауылдағы нотариусы бар, сол бір кісіге сол ең семіз, ең күшті марқа болып қалған, мен өзім қарап, жемін беріп, суын беріп жүрген қозыны сол кісіге апарып берді. Өйткені білмейді, құжатты не істеп жатқан, бірақ әйтеу бір нәрсе шешіледі. Мен ауданға апарам деген үшін, осы мәселе шешіледі деді, соны берді. Ал өзіне тапсырса өзі түсінбейді. Не дұрыс түсіндірмеген ол кезде. Орыс тілінде құжаттар, не қайсысы терезеге барып не істейтін де білмейді. Бұл енді пара емес, просто ол шешілу үшін түсінбегеніне алған нәрсе. Өзінің рахметін берді. Ал кейін қарасаң, ол жай ғана бір кнопканың мәселесі. Кейін қазіргі уақытта бір қол қоя салатын сондай нәрсе болып тұр да. Тура сол менің жүрегіме
сақталып қалған еді да. Мәссаған, сонда білмегенің осындай қиналып, елім деп керекке терек жығылған. Сондай болып тұр да. Тура сол сияқты қазір кейінгі кісілер осы күйді кешіп жүр бәрібір, иә? Әрине кешіп жүр. Өте қиын қиналыстарды кешіп жүр. Өнен кейін топалаңда тоқаш пісіріпті деп, дәл қазіргі жағдайға байланысты делдалдар қаптап жүр. Уйза мәселесіне. Енді оның дәлел фактімен менің нелерімде тұр, телефонымда. Мен сондай неден алып шығу демей қойын, арашалап қалу үшін шамам келгенше. Және группада мен сілтемеге қарасам, коммунити деп тұр, ішінде 14 группа бар екен. Мен қайсысын әйтеуір сіз жіберген бір белсенді болып отырған, негізгі біреу бар екен, 800-900 адам отыршы. Қалғандарында әртүрлі 100 адам, 200 адам, 500 адам деген сияқты. Сонда неге көп? Арасынан бір кісілер айтып қалды. Иә, бұл группа ашылғаны жақсы, күшті болды, бірақ соңында ақша жинау болып кетпесін, бұл бір нәтижеге жете ма деген нәрсені айтты. Біз бұрында білеміз, осындай болған еді деп. Неге бұлай аузы күйік қалған ба адамдардың? Енді мен 2023-те топ аштым, менімен бірге қатарласып топ ашқан кісілер бар, жарайды дедім. Өйткені жалпы келіп жатқан қандастар үшін 10 адам, 100 адам істесе де аздық етпейді ғой. Енді кейбіреулер жеке мүддесін көздеп, сол кезде топтарынан ақша жинап, құжат жинап бітіріп береміз деп, соныменен сондай аузы күйген жерлері бар енді. Ал енді мен ана топты ашқанда, жаңағы мен жанымдағы балалар, мен көп айланса білмеймін, ана топты аштым да өзім қарбаластық болып кетті, екі ортада қудалауда жүрдім бірнеше күн. Сонымен ол топтарға қарай алмадым, енді ол топтарды жойып, жаңағы пәленбай, артық. Олардың бәрін жойып, ретке келтірем. Екі топ құрастырып, екі топқа жинақтаймын, біреу жаңағы дайындық курсыменен айланысатын топ, біреусі мына келіп жатқан қандастардың несімен айланысатын топ. Ал мен былтыр жалғыз өзім отырып 300-ге жоқ Қытайдан келген қандас студенттерге жұмыс жасадым, онлайн отырып. Енді оны былтыр менің кішкене аудармам болған, ол маған аударта ма, аудартпай ма, бұл жерде ол емес мәселе. Бұл жерде аман есен сояқтан өткен оқушылар қай университетке бару керек, не істеу керек, қай жерде оқыса тиімді болады, сол жөнінде түсіндірме жасадым. Ең соңында менің сондай жұмыс жасауымның жаңағы нәтижесінде ең соңғы бір оқушы Қарағандыға 11 айдың 5 күні грантқа іліп үлгірдім. Енді түсіне бермейді ғой, 300 оқушыны онлайн отырып жұмыс жаса. Біздің о жақтан келген кісілерді білесің ғой, енді көп нәрсені түсіне бермейді. Солар аман есен өзінің жаңағы қалаған, міне Әл-Фараби бар, жаңағы Абай университеті бар, Евразия бар, Түркістан бар, Мұхтар Әуезов бар, Қорқыт Ата университеті бар Қызылордадағы, Петропавл, Павлодар. Осы қандастар мәселесіндегі негізгі нәрсе қазір азаматтықты бермеу деді, одан кейін Алматы және Алматы облысынан басқа өңірлерге қоныстандыру. Солтүстік Алты облысқа. Сол жайлы айтыңызшы. Бірақ ол жақта да орындалып жатқан жоқ бұл. Ол жақта да жаңағы қандастардың құжатын қабылдап жатқан жоқ. Себебі мына жаңағы сынақ жобасы осы 1 жылдық деп айтты. Соңына шейін осы жылдың. Ол жақта да тоқтатып қойған. Мына жерде мәселе көп екен. Мәселе көп. Енді бұл жерде жаңағы осы сынақ жобасы енді халықтың үні жеткен соң ол заң қатып қалған нәрсе емес қой. Заң халықтың қалауымен жұмыс жасаса, заң сол үшін шықты емес па? Барлық жаңағы осы сынақ жобасы, жаңағы үш министрліктің шығарған заң жобасы, ол өз алдыларына шығарып отыр. Бірақ заң қалпында дейді. Көші-қон заңыша қалпында дейді. Бұл сынақ жобасы 1 жылға созылады дейді. Енді біз айтып отырмыз ғой, оның не үшін шығып жатқанын біз біле бермейміз. Ол бір үлкен саясат. Енді мен жаңағы осы бүткіл халық жаңағы келіп жатқан жалпы халық. Енді ана Қытайдан келген қандастар жаңағы сауалнамаға қиналып жатыр ғой. Ол сауалнамасын алып, жаңағы жалпы шеттен келген тардай шашылып, шеттен келіп жатыр ғой шаққа. Сол қандастардың енді жаңағы арыз арманын, мұң зарын жоғарыға жеткізсем дейсіз, иә? Жаңағы жүрек жібейді ғой енді, жүрек тас емес қатып қалған, оны шығарып отырған үш министрдің де олар да қазақ.
енді бұрар бүйрегі. Мүмкін одан бір жақсы бір нәрселер болар. Енді біз қазақпыз ғой, әлгі жақсыға үміт артқанша жақсы ниетте болайық дейді. Мен енді тобымда да сөйтіп жатырмын, бұны заң аясында депші, осылай жұмыс жасайық деп жатырмын. Енді жақсы болып қалар деген үміт. Оны мен нақтылы дәл айта алмаймын. Егер бұл шешілмей жатса, және мен халықтың несіне қалам? Сөгісіне ше, оны біліп тұрмын. Шешіліп жатса, онда өкіметке қуана. Оны шешетін сіз емес қой. Мен емес, бірақ халық солай түсінеді. Мынау тыраштанып еді, ақшасын шашып еді, ештеңе болмады деп. Бірақ олай деп ойламаймын, шешіледі деп ойлаймын. Енді көп халық сөйтіп түсінеді ғой енді. Мен енді ойлаймын, жаңағы сол группада айтып жатыр ғой, ой, ақша жиналды да соңы белгісіз болып кетті ғой деп. Бірақ сіз, бұл мен түсінемін да, бұл белсенді болу, адамдардың құжатымен жұмыс жасау, әртүрлі адамдар келеді, біреу біледі, біреу түсінбейді, бір нәрсені сол 300 адам болса 300 адамға қайталау керек болады. Иә. Сіз соған бір мемлекеттен зарплата алып, арнайы бір жұмыс жасап отпағандықтан ол белсенді, ол сіздің ақыңыз деп ойлаймын. Енді мен пәлендей ақы алғам жоқпын бұл жерде. Жоқ, алсаңыз да деймін да, ана жерде айтып жатыр ғой, ертең ақша жиналып жоқ болып кетті дейді. Бірақ сол айтып отқан адам өзі бір адаммен олай жұмыс істеп көрмеген адам ғой. Енді бұл жерде енді адамдардың санасы әртүрлі ғой. Өнен кейін баяғы аяқтан шалу, көре алмас, ол бұрыннан бар ғой енді бізде. Сол, енді мен ақы алсам, жаңағы аударма қызметіме алам. Көбінде. Аударма қызметкенде аласың ғой. Нотариусқа беретінің бар, бояғың бар, аудармашыңа төлейтінің бар. Енді ол болмайды ғой. Онсыз болмайды ғой. Енді мен артық сені пәлен университетке түсірем, не болмаса саған құжатыңды бүйтіп жөндеп берем, не болмаса мен сенің визаңды бүйтіп ашып алып берем деп мен елден міне отырмын ғой, ақша алып көрмептім. Енді сонда Қазақстанның қазіргі көші-қон саясаты қандай бағытқа кетіп бара жатыр? Бір қарапайым тілде жаңа айтқандай дұрыс түсіндіретін адам жоқ деді ғой. Соны қазір қалай түсіндіресіз? Енді қалай түсіндіргенде, бұл жаңағы көші-қон саясатынан осы шыққан мынау сынақ жобасына жаңағы барынша мына келіп жатқан, әсіресе Қытайдан келіп жатқан қандастардың немнесінен кішкене жаттау болып кетті. Оған себеп алшақтап кетті. Енді оған себеп мен де өзім түсінбей отырмыншы. Енді соны, енді жаңа халықтың үнін жеткізу арқылы, 3 министрлік қой бұны шығарып отырған. Сол кісілерге түсіндіріп, жаңағы жеткізу менің мақсатым енді. Сол халықтың бүткіл несін жинап, енді шамам қаншаға жетеді, соғанға шейін жинап, соны министрлікке жеткізу. Егоппен жеткізем ба, қалай жеткізем, енді соңында соны нетем ғой, жинап алам бүткіл ненің. Жинағанда жинамайым, кездесу өткізем барлығынан. Яғни түсінуімше, сіз керуенге шығасыз. Керуенге шығам. Әр ауданда, аудан ба, ауылға? Аудан, ауылға да барам. Кейбіреуін шалғай ауылда отырады. Аудан орталығына келіп үшін 3.000-5.000 теңге екен таксилер. Енді ол халықты мен қинамаймын ғой. Алдына барам. Сонда былай болады, иә? Сіз қазір жолға шығайын деп жатсыз. Керуен деген жоба, қандастарға қызмет ету керуені. Группада сол жаңағы WhatsApp чат ашылды. Сол жерде айтасыз, міне бүгін Жетісу облысы, мысалы біздің Ақсу ауданы Қапал ауылына барамыз. Сағат 3-те боламыз. Қытайдан келген қандастар, қандай проблемаларың бар, мәселелеріңді, қиындықтарыңды келіп талқылайық. Міне мәдениет үйі немесе осындағы көше. Келіңіздер дейді. Олар біз барасыз, жаңағы сіз командамен. Сосын олатта мен мысалға Қапалда болсам, біз барамыз сөз жүрген. Біз барамыз да осындай мәселелер бар деп айтамыз, иә? Сосын сіз соны тіркеп аласыз. Келесі ары жағында Арасан ауылы. Оған барам. Бүкіл Астанаға шейінгі жолдағыларын бәрін аралайсыздар да, министрліктерге апарып бересіздер. Бұйырса. Ал енді бұл идеалды, жақсы көзге көрінген нұсқасы осы. Ал енді жаман жағдайларында қалай болады? Өйткені сізді кеше полиция алып кетті. Ол кісілердің айтуынша, бұл теріс бағытқа қолданып кетеді. Сіздің ниетіңізді түсінеміз, бәрі дұрыс. Бірақ бұл қазіргі заңнама бойынша шектелген нәрсе. Адамдардың топталып жиналуы, жаңағы солармен жиналыс өткізу қазіргі жағдайда осы биылғы заңда шектелген нәрсе.
Ол үшін рұқсат алу керек. Сіздің ауылдың полициясы сізді жолда кіргізбей қойса қайтеміз? Енді мен бүгін өзіңнен сұхбаттан шыққаннан кейін жаңағы өзіме адвокат алам, сол кісімен кеңесем. Бұл жерде заңсыз шығайын деп отырғам жоқпын, заңменен шығам. Енді маған қатаң ескертулер берілді ғой. Енді мен бұл жақтың заң саясатында құрмет етуім керек қой. Енді қатты ақырын айтылды, ол сөздерді енді бұл жерде айтпай қойын. Енді заң солай түсіндіреді ғой, заң қатал болады. Сол осы сұхбаттан шыққаннан кейін сол мықты заңгер алып, соныменен жүрейін деп отырмын. Әйтпесе мүмкін емес. Сондықтан әр ауылдағы қандастар барынша белсенді болуы қажет. Белсенді болу керек. Өздерінің жаңағы ойларын маған жеткізуіне жаңағы барынша тырысу керек. Қабылдауға келу керек деп ойлаймын енді қабылдауыма. Жақсы, қабылдауыңызға келеді. Бірақ ана группаларда кері тартып немесе қарсы болып отырған кісілер бар ғой. Иә, енді оларда іріткі салып, анау қып, мынау қып айтатын шығар. Бірақ көптің нағыз қазіргі қиыншылығы оған қарамайды деп ойлаймын. Менің жаңағы сол кісілердің мұңын, жаңағы мұң зарын енді есту үшін кетіп бара жатқан соң ол кісілерде білетін шығар, қандастарымызда. Өйткені мен осы биыл ғана жарқ етіп шыға келген адам емеспін ғой. Сопаң етіп ше. Бұрыннан бар, көптеген міне алдыңғы қабылданған 2016 жылғы қабылданған студенттердің өзі қазір пәленбай балалы болып, отау құрып, осы елге. Енді болады ғой, әлгі шегірткеден қорқан егін екпейді дейді ғой. Енді тосқауылдар болады. Бәрінен барынша сақтануға тырысамыз. Енді бірінші Алла, екінші өзіміз сол барынша сақтансаң сақтаймын Құдай дейді ғой. Сақтаймын дейді ғой. Ниетіңіз жақсы екен, соған жетсін. Бірақ жаңа кедергілер демекші, ол басқа бөлекті жаңағы бұрыннан енді бір-бірлеріңізге қарсы болып тұрсыз ғой, тіркелмеген ата жұртпен, жаңа Серікжан мырзалар. Ол кісінің аудиториясы бар, ол кісінің тыңдайтын кісілер бар. Тіпті өткенде айтқандай ту өртеуге дейін барды. Алды, сотталды. Әлі қолдайтын кісілер бар. 400 мыңнан аса кісілер көріп отыр. Бірақ қазір заң күннен күнге қатайып жатыр. Ол кісілерге, жаңағы сіздерге арандату немесе енді жайдан жай біздікі дұрыс десіздер, қазіргі сұхбаттың барысында да ол кісілердікін жоққа шығарып немесе ол кісілерге қарсы сөйлеп отырмыз ғой. Сондықтан ол кісілерде жай жатпайды деп ойлаймын. Сондықтан сіздің жолыңызды барынша бөгуге тырысады деп ойлаймын, арандатуға. Олар тыңдайтын адамдар бәрібір көп. Сонда ол кісілерге қалай түсіндіресіз, менікі дұрыс немесе жалпы өзі үшін дұрыс шешу, жаңағы шешім қабылдау қайсысы болмақ? Ол кісіні тыңдап сіздерге қарсы болу ма, жоқ әлде мәселесін сізге айтып, яғни ол кісі сіз үшін емес, Серікжан Біләш үшін емес, басқа үшін емес, Америка үшін емес, өзі үшін дұрыс таңдау сіздікі болатынын қалай жеткізесіз? Енді қалай жеткізгенде мен 2023-те де құрдым ғой, ол кезде де болған. Секеңді қолдаған, Серікжанды қолдағандар болған, қарсы шыққан, мен тобымды бөлшектеген, админ қойғанда мен өзімді админдіктен алып тастай жаздап, алып тастай алмайды ғой, мен құрғаннан кейін. Ондайда қарсылыққа көп ұшыраған, бірақ ол кезде бүйтіп керуен болған жоқ. Енді барынша халыққа түсіндіруге тырысам, енді түсінбей қарсыласып жатса, енді ол кезде мен де заң бойынша қорғанам. Айтып отырмын, жаңағы мынау бірінші адвокат алуым, бірінші жаңағы заң бойынша жүруім. Енді ол жоғарыда мен ескертіп алдым. Ал екінші, мен қорғануым керек қой. Мен кетіп бара жатырмын жолда. Енді Алла сақтасын, неше түрлі қиғылықтар шығады ғой. Соның бәрінен қорғану үшін осылай адвокат алдым. Заң жағынан қорғану үшін. Енді мен айтам, менің ойымша жаңағы көбі отырып сөйлегенде жақсы көреді да, шындап келгенде біз қазақпыз ғой, бетпе-бет келгенде басқаша болады. Мен оны да көрген адаммын. Осы кереметтей болып, сен соған жетпейсің, сен кімсің, тырнағына жетпейсің депші. Сөйтіп неткен адамдармен кездескенде басқаша сөйлеген. Шын енді осы елде жасап жатыр ғой енді. Шындап келгенде оларда біз жақтан келген кісілер ғой енді. Мына нәрсені, маңызды нәрсе айтып қалдыңыз, осы елде жасап жатыр ғой деп. Жалпы
қоғам белсендісі ретінде еліміз шетелден келген қандастардың мәселесімен көптен бері айналысып жүрген қоғам азаматша белсенді ретінде сіз сол кісілерге жалпы тәуелсіздік, мемлекет болу, бірлік дедік жаңағы, саяси белсенділіктің де жөні жоралғысы, бар негізгі өзінің функциялардың орнында. қандай екенін бір сауатты түрде қалай түсіндіресіз? Не Енді үшін маңызды ел болу? Ол шетелдегі адамдар, Серікжан болсын, басқасы болсын, қаншалықты оңдырады? Біздің желтоқсан кезінде де шетелден келген үшін желтоқсан оқиғасы сол үшін болған жоқ па? Неге өзімізден шыққан адам болмайды деп ше? Иә. Сол сияқты енді шетелдегі саяси белсенділерге әлде біз бір үйреніп қалғанбыз ба? Ойбай, алаш арыстары жаңағы мемлекетке қарсы шығып, тарихта қалды, бізде де сол сияқты деп. Бірақ сол алаш арыстарын аңсаған тәуелсіз мемлекет осы емес па? Иә. Енді кімге қарсы шығып жатыр, неге қарсы шығады? Енді бұл жерде сананың төмендігі деймін. Енді осындай өзің айттың ғой жерде, пәленбай ұлтқа берілмеген бізге беріліп отыр бақыт деп. Осы егеменділігімізді көзіміздің қарасындай қорғай отырып, ауызбіршілікке келе отырып, осы қоғамымызды тыныштандырсақ, енді негізгі ең мақсатты. Ал біз шетелдіге ергенде не болғанын енді өздері көріп отыр ғой. Шетелдегі арандатушылар еш уақытта бұл халықтың қамын ойламайды. Олар сол елге іріткі түсіру, жаңағы бөлшектеу, сол болып жатыр ғой шындығына келгенде. Мейлі мен ертең тағы да ана ненің басына ілінетін шығармын. Ағаштың, алтыбақанның басына ілінем. Мен қорықпаймын шындықты айтқан. Мен бұл елге келдім ба, осы елге шеттен келген қандастар балдай батып, судай сіңіп, мына егеменділік деген ұлы отанның қадірін білу керек деп ойлаймын. Анау Вашингтонның айтатын бар ғой, мен Америка маған не береді емес, мен не берем деген. Сол сияқты Қазақстанға келген қандастар Қазақстан маған не береді деп емес, мен Қазақстанға не берем деген үлкен мақсатпен келсе дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені ата-анам жаңа айтқандай бала кезінде мені де бөлінсін, Қытайдан келдім, оралман болдым деп емес, қазақ болсын, ұрпағымыз осы жақта өсірейік деп алып келді ғой. Осы жердің бір оғы болсын тіктелген деп. Сондықтан мені жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой, мен сені Қытайдан келген екен білмедім деп. Сол сияқты сіңіп кеттік. Біздің негізгі міндетіміз сол емес пе? Келіп алып бөліну емес, сіңіп кету ғой. Осы елдің болашағына, бір өзіміздің үлесіміз болашағына. Әрине, әйтпесе бізге бір азаматтығымызды алғаннан кейін бізге бір бөліп тастап жатқан мемлекет тарапынан, заң тарапынан ешқандай мәселе жоқ қой. Бірдей грантты оқыдық. Мен партнерім бар, Нұрғанат. Екеуміз бір группада оқыдық. Бірдей білім алдық. Барахолкада қанша Қытайдан келген қазақтар жұмыс жасап жатыр. Осында жүрген қаншама адамнан байлар бар. Қытайдан келген жаңағы қандастардан жақсы тұрып жатыр. Жалпы жақсы ғой енді жағдай. Сонда не жетпейді? Енді сол жаңағы не жетпейді дегенде сананың кішкене оян алмағаны жетпей тұр ғой енді. Сананың оян алмағаны, сол жаңағы өзің айттың ғой, алаш көсемдері мемлекетке қарсы шықты емес па деп. Ол алаш көсемдері өз мемлекетіне өзі қарсы шыққан жоқ. Ол кісілер егеменді ел құрамыз деп төбесінен қанды қылыш тамып тұрса да, бұдан да қиын кезде сол кісілер осы отан болуына сенім артып, осы қазақ елінің жаңағы тұғырын қалап кеткен кісілер. Ал біз қазір деген жақсы ғой, қазіргі заман. Өте жақсы деп ойлаймын. Болады бұндай қиыншылық. Ел болған соң, ана тұрған Қытайыңның өзі 70 жылда әрең дамыды ғой. Оған қарағанда мынау жас мемлекет қой. Мүмкіндік бар. Иә? Анау группада бір кісі айтып жатыр ғой, қайтадан келіп ап Қытайға көшем деген не сұмдық, не айтып отырсыңдар деп. Баяғыда да сол келіп кеткендер о жаққа барғанда да оңған жоқ қой деп ше. Енді ол бар ғой, оны айтсақ, бұл жерде өзіміздің қандастардың енді 31 жыл бойы көшіп келмеген реніш айтсақ, ол қиын болады. Бөлек болады. Бөлек, ол қиын. Енді реніш жетеді, келіп ап қайта көшіп. Енді ойлаш, ол жақта 2 миллион дейді, 2 миллион емес, 5 миллионнан артық қазақ деп ойлаймын. Енді баяғыда 2 миллион еді ғой. Әлде өсіп жатыр, шүкірші, мектепті жапса да, жаңағы нелерге тосқауыл салса да, салт дәстүрге. Тек қана сақаналық қойылым ғой қазір Қытайдағы салт дәстүр. Мектептерді жауып тастады. Бірақ өсім жақсы. Өсім бар әзір. Енді сол елдің осы елге әрең менің естуім бойынша енді жаңағы санақ бойынша 500 мың қазақ әрең кеппіз. Өзің ойлашы.
сонда да. Енді мына 4-5 жылдан кейін тіпті анау Қытай жеке куәлігінде Қытай адамы, Қытай ұлты демейді екен, жоңха рін дейді екен. Яғни ұлтын қазақ деп тұрмайды, қытайлық деп тұрады. Сонан кейін тіпті қиын ғой. Сондықтан дәл осындай бір енді кішкене бұны мен айта аламын, кішкене тосқауыл кезең. Болашақтағы қиындыққа қарағанда қазіргі Қазақстандағы бұл құжаттық қиындық ештеңе емес болып тұр ғой. Ештеңе емес енді. Оны жеңуге болады. Оны шешу үшін сіз жолға шығып, міне құжаттарың жасаңдар, билікке жеткізейік деп айтып тұрсыз. Айтып тұрмын. Барынша сендерге. Барынша алдыларыңызға шейін барам, қиналып. Сіздердің үндеріңіз жетпей жатқан жерлер бар шығар. Деп. Бетпе-бет отырып алайын. Жаңағы сіздерде қандай немене бар. Енді қабылдауда болыңыздар деп солай айтып жатырмын. Сонда Қытайдан келген немесе шеттен келген қандастардың ең алғашқы Қазақстанға келе салғандағы ең бірінші міндеті не? Енді ең бірінші міндеті осы елге келіп, балдай батып, судай сіңуі, құжатын өткізіп, жаңағы осы елдің азаматы атануы. Сіз түсініп отырсыз, мен түсініп отырмын. Сіз ертерек келгенсіз, сол жақта тұрдыңыз. Менде де студенттік шағымыз, сіздікі де менікі де осы жақта болғандықтан, жастық шағымызда студенттік шағымыз. Жаңағы айтқандай балдай батып судай сіңіп кеткен шығармыз. Бөлінейік деп емес, бірігейік деген ойымызда тұрған шығар. Сондықтан ел үшін еңбек ету, осы жаққа сіңу, қазақстандық болу, ол бір кейбір ұйымдардың бізді сатып кетті, неге бүйтіп кетті деген сияқты емес, керісінше абырой деп ойлаймын. Өйткені мемлекетің үшін титтейде үлес қоса алып, Қазақстанға бірдеңе бере алсаң, ол жақсы нәрсе, ол азаматтық борыш деп ойлаймын. Президенттік борышымыз біздің. Сондықтан оған жасқанатын, одан ұялатын ештеңесі жоқ. Сондықтан әр қазақ, әр Қытайдан келген кісілер солай бөлініп, жеке-жеке кету емес, қалай үлес қосам десе деген ойдамыз. Жұмырттай бірігу керек. Мынандай бір қызық нәрсе бар. Бізде құрылтай сайлауы болғалы жатыр алдағы уақытта. Енді сіз саяси қаншалықты белсенді ол жақ қызығатынын білмеймін, бірақ бір қызығы қандастар мәселесінде сол Өзбекстаннан келген, Моңғолиядан келген кісілер мәжілістің, мәслихат білмей, мәжілісте депутат болды. Бірақ Қытайдан келген бірде-бір адам жоқ. Иә. Дәл осы уақытқа шейін. Ол жағын мен түсінбедім енді. Біз ана Ауыт мырзаны талай сайлайық деп көтердік қой. Бірақ білмеймін не кедергі екенін. Біз сондай сүйкімсізбіз ба сонда? Сүйкімсіз болып қалған сияқтымыз ғой. Бұл маған мен үшін намыста, мысалға жаңағы нәрселер өте қиындалды. Өткенде бір кісі жазып жүрді, 19 адам сотталған кезде жақсы ағам еді, бизнесте көмектесіп жүрген, жол сілтеп жүрген, тауар беріп жүрген біз кәсібімізге. Сол кісі жазып жүрді, думан сен неге мына кісіге қарсы шығасың деп ше, мен 19 бауырымды уайымдап отырмын деп. Сөйтейін, мына жақта 19 миллион халық тұр ғой қалған. Біз бөліну үшін емес, неге соларды ойламайық. Әйтпесе Қазақстанның азаматы болып, көк паспортыңды алып, осы елдің азаматы болып шығып отырсың. Бірақ неге енді алпауыт Қытайға мынаны түсінейікші, мен айтқым келеді аудиторияға. Америка, Қытай, Ресей, ол біз жоқ, бізде тәуелсіз мемлекетпіз деген ресурсы, экономикасы, тарихы, басқа нәрсе ол басқа да. Біз керемет Шыңғысханның ұрпағы дейміз, біз Абылай хан дейміз, ол бөлек әңгіме. Ол бұрынғы тарих. Қазіргі реалды жағдай ол басқа ғой. Мүлдем басқа. Сондықтан кейде қарау керек, реалды нәрсеге көбірек қарасақ, әйтпесе эмоциямен неге бұлай дегеннің артында бір астарында мәселелер тұрады. Енді қазақтың жалпы тілінде айтады ғой, ашуменен қоян ала алмайсың дейді, ақылмен аю аласың дейді. Соған кеп тұр ғой енді. Ол шетелдің ойбай анау біз баяғы ханның тұқымы едік деп айғайлаудың қазір оны көтермейді саясат. Американың өзі қазір алыптығын үлкендігін жасап, қаншама кішкентай мемлекеттердің тіпті президентіне шейін ұрлап кетіп жатыр, ойына келгенін істеп жатыр. Оның қасында қайта алпауыттардың қасында тұрып шүкір да. Бүткіл әлемге танытып жатыр. Енді бұған да шүкір деп, олай қарсы болып, екі елдің арасы жоқ, егер осы жергілікті халықтың арасынан шығып, солар бір нәрсе десе, онда ол жарайды. Бөлек әңгіме да. Бірақ енді сіз өзің Қытайдан келіп алып, батыр болса енді ар жағына барып өртеу керек еді, не болса да. Әлгі құласаң нардан жығыл дейді ғой қазақта.
Сондықтан бұл жерде боқтайсыздар ма, даттайсыздар ма, керісінше ертең мемлекеттің маңызды мәселелері, мемлекеттің тәуелсіздігі тұрғанда, конда сол тұрған кезде сіздер соған жауап бере алатындай болу керек та. Әйтпесе ертең уже мемлекет қазір заңын өзгертіп жатыр. Екі елдің арасындағы осы мүмкін айтып жатқандай сол ту өртеу мәселелері осы азаматтықтың қиындауына бірден бір себеп болып жатқан шығар. Мүмкін. Оны да ойлау керек. Енді аяқ астынан өзгерді ғой. Иә. Бұрында өзгерген, бірақ бұндай қатты болмаған. Ол жақтағы ұстап алды, шекарадан алып кетті деген бір азаматты құтқарамыз деп, бері қарай келем деген миллион адамның жолын жабу. 19 азаматты түрмеге қамат, біз осыларды құтқарамыз деп 19 миллион халықтың ертеңгі елдігіне нұқсан келтіру өте қатер төндіру. Ол өте қиын нәрсе. Бұл жерде адам жеке мүддешіл болмау керек. Ұлттық ортақ мүдде болу керек. Соған санасы жеткен адам анандай жұмыс жасамас еді. Енді біз ауылдарда тұр дедік, жаңа неге Қытайдан келген қандастар депутат болмайды дедік қой. Осы салада біздікілер тек мүмкін тіл түсінбедік деп оқымай жүрген шығар, немесе тек саудаға икеміміз бар деп сөйтіп жүрген шығар. Саудамен кеткен шығар деп па? Және ақша деп жүр деп айтады да, кейбір кісілерде анандай группада сөз айтылып жатыр. Қытайдан келген қандастар қытайларға қазір шекара ашылғалы бері Қазақстанның күшті жерлерін, күшті мүмкіндіктерінің бәрін көрсетіп жатыр, сатып жатыр, көрсетіп жатыр деп. Бұл қаншалықты, бұл да абыройсыз сөз ғой, былай айтып қарасақ. Әрине, өзінің еліне келіп, өзінің отанын сату деген. Енді оған нақтылы факт жоқ, бірақ сондай нәрсе бар деп естідік бізде. Нақтылы факт жоқ. Тілмаш болып, өңкей алтыны көп жерге ертіп барып жүр екен деген сөздер шығып жатыр. Бірақ оған бір кісі былай деп жауап беріпті. Онсыз да билік жаңағы сатып жатыр ғой үкіметтегі адамдар. Не бопты деп. Мәселе ода емес, қарапайым адамдар деді. Енді қазір бірдеңке болса билікке жауамыз. Енді биліктің айланысатын саясаты өте үлкен ғой. Ол кісілердің не ойлағанын біз білмейміз ғой. Біздікі мына өзіміздің жаңағы санамыз бойынша мына халық осы елге келген қандастар осы елге балдай батып судай сіңіп кетсе деген. Енді кезінде Дың Шаопыңды мен енді өзім кішкене жоғары тұтатын адам. Себебі мына Сталин менен салыстырғанда Дың Шаопың мына аз ұлт кадрлеріне мәдениет зорлықтан көрсінде аз ұлт кадрлер өте үлкен неменеге ұшыраған. Жаңағы саяси қысымға ұшыраған. Алдын өлтіргенде Дың Шаопың шыққанда соны жаңағы сол кісілерді ақтаған. Осы Дың Шаопыңның өзі емес па, Қытайды кереметтегі қылып жіберген 20 миллиард халықты. Ол кісінде ең алғаш шетелде есікті ашып жүргенде о кісіге де қарсы шықпаған адам қалмаған. Ойбай бүткіл шетелді ағылшынды қаптатты. Ол кезде Қытайдың жағдайы өте төмен болған. 80 жылдар өте төмен. Сонымен Қытайдың жаңағы шетелдің адамын әкелді, еңбегін, жаңағы өнерін үйренді. Кейін қазір алпауыт елге айланды. Енді қазір Үндістан солай ашып жатыр. Үндістан бүкіл адамдарға мүмкіндік беріп жатыр да. Енді ол экономика жағынан солай дейік. Енді осы саяси белсенділікте, қоғам белсендісі болып жүрген кезде үлкен мәселелерді агрессиямен, ашумен емес, ақылмен, жалпы заңмен шешудің маңыздылығы, рөлі қандай? Бізде енді қағазбастылық дейді да, көбісі одан қашып айғайлай салу немесе видеоға түсіріп жіберу көп нәтижелірек болады деп ойлайды. Енді бұл жерде айғайлап ешқашан немне таппаймыз. Біздің заңда тұр. Заңды біраз көріп шықтым ғой. Заңда бәрі дұрыс жаңағы жазылған. Енді сол заң бойынша жүру керек. Енді айғайлау, қатты бір былай немнеге шығу, енді ол жөнінде жаңағы ол өте қауіпті нәрсе деп ойлаймын. Ал осы мәселені енді мен кеше айғайласам айғайлайтын едім. Бірақ мен бәрін түсіндім, заң бойынша жүру керек екенін түсіндім, биылғы саясат солай екенін түсіндім. Енді менің қасымдағылар бар ғой, мені неге алуға болатын еді. Бірақ ол кісілерде қатты келген жоқ. Ең несі қиыны менің жаңағы кешегі ұстаған полициялар. Мен қолымдағы телефонды тартып алды, өздерінің көлігіне отырғызды, апарып есіктағы неге апарды. Енді ол жерде де маған артық құртық кетті.
құжатыңды алып аламыз, шетелге қайтып шығарамыз деп. Енді мен айғайлап оны шығуыма болады ғой. Жоқ, мен үйтпедім. Енді осының бәрін заң бойынша шешу керек деп ойлаймын. Артық айғайды мына әлеуметтік желіге сап жібереді да, соңғы дүрілдейді. Біз Қазақстан ашық ақпараттық мемлекетпіз ғой. Артық айғай бізге қаншалық керек? Так. Ал бірақ сол заңды бітуі, сол процестің жүруі өте кеш немесе нәтижесіз болып жатқандықтан осылай тезірек агрессиялық түрде құлақ ассын дейтін шығар. Мүмкін. Енді заңсыздық бар ғой енді. Әр мемлекетте заңсыздық бар. Бірақ жаңағы иә деп су бүркіп қолтығына айтақтап алады да, кейін сізді мүлдем басқаша болып шығады. Сондайға берілмесе болды. Нақтап келгенде айтып отырмын ғой, жерде айғайлап отырады да үйінде. Нақтап бетпе-бет келгенде, болмаса нақтап шыққан кезде ұлт мүддесі сынға түсіп тұрғанда ешкім жоқ болады. Неге? Яғни сондай пікір жазуға болады екен, қолымда телефон бар екен деп бет алды нәрселерді қазір жазу бәрі қаралып жатыр ғой. Өйткені кім Сержан Біляштың әпкесі туралы ақпарат шықты, жаңа апарып қамады, ақша салған деді, бір нәрселер айтып жатыр. Сол сияқты кейбір бет алды ол жақта, өйткені шетелдік ретінде саяси басқа белсенді ретінде қарайтын болса мемлекетке, онда оның жақтастары, ол кісіні қолдаушылар барлығына бірдей жүріп кетейін деп тұр ғой бұл заң. Яғни жай ғана сөйлеп отырып, әліптің артын бақпай, артық ауыз сөз айтып қоямын деп ертең арандап қалса, оның бәріне қанша шытырап, қанша қалай заң қалай жазаға тарту заңменен бәрі қарастырылып жатыр. Енді бұл сол алдындағы нелердің нәтижесі шығар деймін. Әзір мынау интернет әлеміне қарасаң неше түрлі сұмдықты көресің ғой енді. Осы әлгі демократия екен деп тым артық кететін сияқтымыз кейде ше. Жөн жоралғысын шекарасын білмей қалады, білмейді. Білмей қалады, асып кетеді. Сол үшін де бізге сондай заң керек шығар. Адамдарды саналы қылу үшін, түсіндіре алу үшін ба? Әлгі Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ғой. Тәртіпсіз ел болмайды дейді, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Бұл мемлекет қой. Үлкен жақтан тәртіп керек қой. Егер сізге мемлекетке нақты 3 ұсыныс айтатын болсаңыз, яғни осы 8.000-9.000 шақырым керуен жүріп, көп адамдардан пікірін тыңдадым десеңіз, немесе өзіңіз алдына біліп тұрсыз ғой негізгі мәселе қайсысы екенін, бірақ соны құжат күйінде түсіргіңіз келіп, нақты қағаз бетіне. Негізгі мәселелер не деп ойлайсыз? 3 мәселе олардың талабы бойынша қазірге дейінгі биліктің күйіп тұрған жоқ, қандастардың негізгі 3 мәселесі со азаматтық, соңғы бұрын соңды келген қандастардың құжаттық мәселесі, соңғы осы үшіншісі сол осы қоғамға, осы елге сіңуі деп айтамыз ба? Жалпы көп сол мәселеден де шығып отырған шығар, сол сыналмағандықтан. Мен өткенде осы жерде бір кісіден подкаст алдым, венчурлық инвестиция деп. Сол кісімен сөйлесіп отқанда, енді ол кісі орыс тілділеу екен да. Сосын айтам, осы үлкен инвестиция, ақша, экономикаға байланысты қазақ тілді мен орыс тілдер екі түрлі ғой. Неге сіздер белсенді, біздің қазақ тілдер онша сол ақшаның айналасында жүрмейді, үлкен ақшалардың қасында деймін ғой. Сөйтсем, мемлекет 3 тіл деп баяғыдан бері айтып келе жатыр. Бүкіл контент тұр, кітаптар тұр. Орысша, ағылшынша үйренбесе, өздері TikTokта билейтіндерді көріп, өздері сол отырып өтірік саясатты соғып, уақыттарының бәрін соған құртып отырса, мен не кінәм бар деді. Сол қазақтар өздері құртып отыр ғой, әйтпесе бәрімізге. Мені де оқытқан сол мемлекет, мені де оқытқан сол мемлекеттік мектеп, мен де сол кітапты оқыдым. Бірақ мен сол өзіме керекті дұрыс нәрсені шетел тілін ала алдым дейді. Олар өздері TikToктан болмайтын нәрсені көріп отырса, оны мен не қиналайсыз деген кезде өзім ойланып қалдым. Бұл қандай болып кетті деп па? Иә, былай қарасақ шынымен, бірақ отырамызда, ой, орыс тілді қазақтар мықты болып кетті, бұл осылар бізді басқарып жатыр, осылар ұлтты ойламайды дейміз. Шындап келгенде өзімізде мүмкіндік тұр. Мәселе өзімізде екен. Өзімізде тұрс. Білім алғың келе ма, бәрі тұр. Сөз сапырып, құрдан құр болмайтын нәрсені айтып, сол шетелден анау айтты, мынандай деді, мынау жақсы екен, мынау жаман екен деп құртып отқан өзіміз ғой, айналып отқанда. Иә, сананы оятып, білімге, жаңағы ұлттық жаңағы салт дәстүрді сол білімге берілу. Әлгі айтады ғой, ұлттан ұлтты айырмашылық ететін ғылым, білім дейді. Бұл жерде ұлттық
жаңағы салт дәстүрді ұстана отырып сол білімге берілу. Шынымен былай қарасаң енді өзіміздің қазақты өзіміз жамандағандай боламыз. Абайда сынады ғой, бұл жамандаған емес, сынау деп айтайықшы. Сынау. Жаның ашқанын айтады ғой. Иә, ашынғанда шығады ащы даусың деп ше. Әйтпесе мақтап қойып сен керемет деп қалаған сөзін айта беріп, фанаттарды жинап алып, оларды ертең өзіңнің қолшоқпарың қылып айналдыра беруге оп оңай қазір. Әрине. Бірақ ақиқатты айту және шындық, дұрыстық әрқашан қатты шықпайды, айғайланбайды. Қарапайым ғана, өйткені алтынға мақтаудың керегі жоқ деген сияқты. Бар нәрсе, ақиқат нәрсеге алтын ба сол күйінше. Сол қалпында қалады. Сондықтан ең маңызды нәрсе сіз үшін, болашағыңыз үшін, өмір өзіңіздікі, болашақ өзіңіздікі, мемлекет өзіңіздікі. Соған дұрыс таңдау жасаңыздар деп ойлаймын. Мен сұрамаған, сіз айтқыңыз келіп отырған тағы қалып қалған нәрселер бар ма? Әйтпесе бір сағатта біраз нәрсені қопардық, біраз адамның құлағын шулаттық деп ойлаймын. Мәселе, бұл сөз күйінде қала береді. Жалпы мақсатыңызды түсіндік. Енді сол жолға сапарға шыққанда қалай болады? Енді менің кеше естіп көріп жатқаннан кейін қолымда бар ресурс, мүмкіндік осы ақпараттық болған соң сізге ақпараттық қолдауым осы болады деп ойлаймын. Енді мен жаңағы сапарға шығу барысында халыққа үндеу жасасам деген. Жақсылап келген қандастарға осы 7-де 8 мың шақырым деп отырмыз ғой, енді Құдай біледі қай жерге шейін барамыз. Бірақ мақсат бар, қойдық. Жетуге тырысамыз. Содан жаңағы сол жерге жеткенше мен жаңағы халқыма үндеу жасасам, жұртта жұмыла отырып, осы мәселенің жаңағы ыңғайлы шешілуіне жұмыс жасау. Жақсы. Жасаңыз сіздеу. Қадірменді қандастар, міне осы биылға көші-қон саясаты және одан бұрынғы қандастардың арасында сақталып жүрген мәселелер үшін мен мынау алда үлкен сапарға шықпақшымын. Өте заң аясында өзіме тиісті адвокатым бар. Сіздерменен кездесулер өткіземін деген ойдамын. Бұйырса осы 1-2 күн ішінде сапарға шығам, мынау қандастарға қызмет ету керуені деген. Сол кезде сіздер де жаңағы ауызбіршілікте бола отырып, өздеріңізде сақтанған мәселені өте жаңағы мәдениетті түрде заң аясында маған сәйкесіп жұмыс істеулеріңізді үміт етемін. Енді менің жүретін бағыттарымды алда шығарып отырам, хабарлап отырам. Осы елдің жаңағы алдағы мына көші-қон жобасы бойынша сіздердің мына қиындық мәселелеріңіз, оның аржағында да қордаланып қалған қандастардың құжаттық мәселесін жоғарыға жеткізу тек менің ғана емес, бұл сіздердің де мәселелеріңіз. Сіздер маған жаңағы сәйкес берсеңіздер, ауызбіршілік болса, жұртта жұмыла білсек, біз алмайтын асу жетпейтін, алмайтын қамал жетпейтін асу жоқ деп ойлаймын. Сол енді алдағы сапарға Алла сәттілігін берсін, күш-қуат берсін. Сол ойлаған мақсатымызды Алла бізге нәсіп етсін. Сәттілік. Баяғыда бір естен едік, Билл Гейтс бір журналистке мүмкіндік берді, сіз қалай байыдыңыз деп. Сол кезде айтыпты, салфетка бар, саған қанша ақша керек деп айтыпты. Сосын, жоқ, мен сіздің қалай байыңыз деп, соны сұрап отыр, маған маңызды емес деп сөйткен ғой. Сөйтсе, көрдің бе? Мен мүмкіндікті беріп отырған кезде пайдаландым деп. Мен саған қанша ақша керек жаз дедім, сен өзің жазбай деп отырсың дейді да. Мен сол мүмкіндікті саған беріп отырмын. Пайдаландым, мен байлық жетістікке жету себебім сол деп. Сонда айтады. Мүмкіндікті пайдалана білдім. Сіз қазір Гүлнұр ханым үлкен мүмкіндікті жасайын деп отыр екен. Сіз өзіңіз осыған дейін үніңіз жетпей жүрген болса, айта алмай жүрген болсаңыз, қандас мәселесіне байланысты өзіңіздің басыңыздағы нақты проблемаларды алдыңызға барып отырып, құжатқа жазып отырып, билікке жеткізсем деген ой бар. Сондықтан осы үлкен мүмкіндікте қапы қалмай, дауыс бермей қойсаңыз, ертең сіздің дауысыңызды басқа біреу сіз үшін беретіні сияқты, тура осы жерде де сіз осы мәселені тыңдайын деп тұрған кезде мәселеңізді белсенді болып келіп айтпасаңыз, ертең пойыз кетіп қалғаннан кейін неге билік маған қарамайды, бізді тыңдамайды дегеннің жөні жоқ болады деп ойлаймын. Сондықтан келіп белсенді болып қатысыңыздар, айтыңыздар. Қараңызшы, енді біз жаңа сәл Абай сияқты сынап, кінәлағандай сөйледік қой, бірақ қаншама қандастар еліме ел болып қосылсам,
болашағымды осы жаққа өткіземін деп қаншамасы келді. Бірақ солардың шынымен де мүлде бөлек мемлекет, мүлде бөлек заң, мүлде бөлек тіл, адамдар. Өзі Қытай болып кетпейін деп Қазақстанға келген кезде құжаттар, контенттер, адамдар бәрі көшеде орысша сөйлеп жүр. Өте ауыр тиеді ғой. Ал енді құжатты шеше қояйын, азаматтық алайын, осы сіңісіп кетейін десе, тағы да осындай кедергілер болып жатыр. Сонда бұл кісілерге бір көмек көрсететін, дұрыс жеткізе алатын, дұрыс жұмыс жасайтын, бір алдап арбап, алаяқтық емес, нақты көмек көрсететін бір адамдар керек болып жатыр екен. Адамдар керек болып жатыр, өнен кейін бір ұйым керек. Енді сондай ұйым неге ашылмай жатқанын мен білмеймін. Енді онысы да бар ғой. Бұрын біз келгенде қазақ қауымдастығы сол келген әрбір қандастың көз жасын сүртетін қауымдастық еді. Енді бұл ертең олар маған шығып жүрмесін, бірақ шыныменен биыл мынау Еуропадағы қазақ құрылтай болды Францияда. Сол Еуропадағы қазақтың жалпы қауымдастықтың бастығы Ережеп Күнай маған шақырту жіберді. 5 айдың 4 айдың 27-сі жіберді, 5 айдың 22-сі екен шақыртушы, бірақ мен бара алмадым. Виза баспады. Айтты, сен бір 6 ай бұрын, немесе 1 жыл бұрын әкелуің керек еді дейді. Ол бір какой-то 10 күндік жиналыс қой. Өнен кейін Францияға мүлдем виза жоқ екен. Ол мен жекелей жіберді ол кісі. Енді қауымдастықтың адамдары барды. Білмеймін, енді әлемдік деңгейде жүрген сол кісілер неге осы бір табан енді билікке жақын ғой, билік қой ол кісілерде. Негізі қазақ қауымдастығы, мен бұл жерде айта кетейін шындықты. Қазақ қауымдастығы сол қазақтың мұңын жоқтайтын сол кісілер ғой енді. Бірақ ол кісілер бір рет қана баспасөз мәслихатын ашты, жеткізді. Одан қандай хабар келді, мен білмедім енді. Кәдімгі партиялардың әйтеу мөңкөбей айтпақшы, қырдан қыр жиналыстарын біреу сияқты болып кетті ма? Керейдің кеңесі бітпейді деді, сондай әңгіме. Мен жаңа еске алып жатырмыз ғой, сол сияқты мен жүрегімді ауыртып бір ойландырған үш нәрсе болған. Соның біреу жаңа басқа жақтан алып келмей қояйық деп отқаным ғой. Өз отбасым, өзім көзім көрген әкем сол жаңағы ең жақсы көретін қозым марқамды бергені құжат үшін деп. Жүрегімді ауыртқаны сол бала кездегі. Одан екіншісі, біз асық ойнап жүреміз, мектептен қайтқан кезде әкем анау Қытайдың тракторы бар ғой, кішкентай. Сонымен енді басқа диплом жоқ ол кісілерде, жұмыс жасамайды. Қарапайым кісілер. Жер жыртумен айналысатын еді. Сол кезде полицейлер келіп, соған права сұрап, мынаның несі қайда, құжаты қайда, тракторды қалай алып отын, кімнен алып алдың деп, сол ең көктемде сезон кезінде жұмыс жасайтын кезде сөйтіп бір жұмыс жасатпай қойды. Соған ақша алып, соған қинатып, үйіндегі әрқайсысы сол полицейлер келіп алып, үйлерінің жерін жыртқызғаны, тегін жыртқызғаны есімде де. Жүрегің ауырады. Сол ауырады, сол кезде ойлағам, ертең мен мықты азамат болып қалай да осы сияқты қиналған кісілер көмектесуім керек қой деп бір ой болған. Одан кейін осы жақында ғана болды, бір кредит алам деп әкем тоже бизнесіне, қазір бизнес дегенде бір сварка қақпалар жасап сөйтеді ғой. Соған жаңа аппараттар алу үшін неткен екен, соны облыстан барлығын мүмкіндіктерді берген, мемлекеттік программа ғой. Бірақ ауданға барса ана кісілер орысша сөйлеген ғой. Жаңағы өткенде айтты, ренжіп тұр да мен Астанада жүргенде. Ана ускорение дегенде айтыпты. Ана облыстағы кісі айтады, сіз неге осылай істетпеген, сөйтсе бір 3000 теңге ғана беретін нәрсе екен. Оны маған орысша айтқан, ана орысшаны мен түсінбеймін. Сен маған айтқан жоқсың десем, мен саған айтқам деп анау кісі дік кетеді дейді да. Олардың жұмыс емес пе деп біртүрлі сынып тұр да. Үлкен кісі, иә. Жаным келді, неге соны бір түсінсе екен, алдында отырған адамның, ол кісі жарайды орысша білетін шығар, бірақ ана алдында отырған мен әкем қаншама қандастар, қаншама оралмандар түсінбей білмей тұр ғой. Сондықтан оған ыңғайланып сөйлеуді, сол үшін ол нәпақасын алып, ақшасын алып отырғандықтан, сол кісілер неге бір келіп отырған клиентіне өз қалтасынан беріп отқан жоқ. Мемлекеттік бағдарлама ол жасалу керек та. Соған қарап мен жүрегім ауырады. Содан кейін ғой жаңа сіз кеше Жазира ханым белсенді ол кісі өзі жұмыс жасап жатыр деген соң бір жағынан шығып көмектесейін деген. Рахмет көп. Енді бар қазақ, бір қазақ, бір қазақ, бар қазақ деп отырмыз ғой. Сен мынау не арқылы, ақпарат арқылы көмектесіп жатырсың, ақпаратты көп адам көреді, сенің көрерменің өте көп. Осы арқылы да жесін мына кісінің керуен несі жүрсі деп. Енді мен бірінші рет шығып отырмын сұхбатқа. Өйткені
енді қоғам белсенділері шығып жатты ғой, соны тыңдадым, мен шешілер дедімші, дұрыс жауап келер дедім, бірақ жылаған қандас. Енді мен бұрын қоғам белсендісі болып WhatsApp топтарында отырсам да өте көп адам шығады. Апай, сіз неге шықпайсыз, неге үнсіз қалдыңыз деген сұрақтар бар жекемде. Сіз неге топ құрмайсыз деп. Сонымен мінекей топ құрған деп, топты құрып келгенде бір 4-5 сағаттың ішінде 1225 екен ғой сыйымдылық. Шыққанда содан маған республика жақтан қуғында түсіп кеткен ғой. Жауапкершілігі мен қауіп те бар, Иә, қауіп та бар. Жауапкершілігі де жоғары, қауіп те жоғары. Бұл жерде енді әлгі жүрегінде түгі бар адам шығайын деп тұр ғой енді. Мақтағаным емес. Мен ұлт мәселесі осылай сынға түскенде талқылап жатпаймын. Мен жолдасым разылығын беріп отырады, енді орта жасқа кейін адамдарымыз жарайды, сен бұрын осындай мен неменетіп келе жатырсың ғой деп. Ал жастардың, қазақтың шеттен келген әрбір ұлы менің ұлым да, әрбір қызы менің қызым. Солар үшін мен дайындық курсыға өте қатты кірісем, далада қалмас екен деймін. Оқыса, осы елге келіп, оқу білімін толықтаса, өз отаны ғой деп, сол үшін мен сол жастар үшін де шырақ болам. Жақсы. Ал енді жаңағы әр қазақ менің жалғызым демекші, кейде қателесіп, кейде сеніп, кейде бір арандап қалып, сондай жағдайға түсіп қалатын, мысалға ту өртеп сотталып кеткен кісілер бар. Солардың жаңағы отбасыларына, олардың туған туыстарына, қиындық көріп жатқан кісілерге жалпы осы елге қызмет, қандастарға қызмет көрсету орталығы, осы керуеннің қандай да бір пайдасы, көмегі бола ма? Енді ол кісілер біздің бәрімізде бір қазақпыз ғой енді. Ол кісілерге қалай көмектесе алам дегенде енді осы ақпараттық, осы түсініктемелер сол кісілердің санасына жеткен шығар деп ойлаймын енді ше. Енді қалай жүру керек, не істеу керек, енді Алла сол кісілер жеңілдігін берсін. Ол кісілерде ойлаған жоқ. Бірақ адам не істесе де ойлап істеу керек екенін енді осындай ақпарат құралдары арқылы түсіну керек деп ойлаймын. Дұрыс ақпараттарды көргендері өздері үшін дұрыс ақпараттарды көріп, содан кейін қайткенде ұлт үшін жұмыс жасауға болатыны жөнінде түсіне білсе екен деймін енді. Енді менің керуендік немнем әлі басталған жоқ қой. Басталған кезде енді көре жатарсыз. Біздің ауылға, біздің облысқа қашан барасыз? Енді сол бүгін түстен кейінгі заңгерімменен, адвокатымен ақылдасып алып сосын шығам. Әйтпесе мен арғаттай бір адам басуым қиын болып тұр. Менің группаға оны айтып үлгіре алғам жоқпын, себебі шошытып алам. Енді ашық түрде жаңағы адвокатымды алып болғаннан кейін ашық түрде айтам. Міне мен шыққалы жатырмын деп. Бұйырса мен Алматы облысынан қазірге ашқызатын рұқсаты берілген жоқ. Жетісу облысынан бастайын ба деп тұрмын. Болды, онда біздің облыс екен. Мен де жол түсіп жатса барып, қасыңызда болып, адамдарды тыңдауға, көмектесуге тырысайық. Рахмет, Думан. Тіпті менімен бірге жүрсең де деп па, оған келмейді ғой. Келмейді енді. Негізгі жерлерде. Мен біз өзіміздің ауыл жаққа барған кезде айтайық, болайық бірге. Құрметті көрермендер, пікірлеріңіз, ойларыңыз болса жаза кетіңіздер. Бұл сұхбат сіздің WhatsApp-та әрі тарап жүрген жазбаңызға қарағанда жобаны, жалпы жағдайды толығырақ жеткізеді, ашық айтады деп ойлаймын. Бәріне барлық нәрсе айтылды деп ойлаймын. Сондықтан әр нәрсе нәтижемен өлшенеді. Алла қаласа, келесі жылы осы уақытта осы жобам керемет болды деп сізден қайтадан бір сұхбат алып отырады деген ойдамын. Соған жеткізсін, нәсіп етсін. Қандастардың, жалпы қазақтың қуанышы көбірек болсын. Қажет каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлісіңіздер видеоны, жазылып қойыңыздар. Рахмет, Думан. Сау болыңыз. Өзіңіз сау бола ғой.